Көптен көрмеген группаласымды кездергенімде оны танымай да қалдым. Өйткені ол қатты әбіржіп кеткен екен. Екеуміз төс қағыстырып көрісіп, жақын маңдағы сыраханаға барып отырдық. Студенттік дәуірдегі қызықтарды еске алдық. Біраз қызып қалған группаласым серік отырыс ортасында ашылып сырын айта бастады. Басынан өткен оқиғаны айтып бергенде, менің тұла бойым мұздап кетті. Иә, өмір кейде күтпеген соққылар береді, бірақ бұл жай ғана ауыр жағдай емес, нағыз апат еді. Құлаған үйдің астында шарасыз халде қалғандай, адам санасына сыймайтын, жүрекке пышақ сұққандай болған оқиғаға құлақ түру. Ол өте қарапайым жігіт болатын. Қақ-соқпенісі жоқ, өзімен өзі жүретін бар жоғы білінбейтін момын бала болатын студент кезде. Оқуды бітірген соң жұмыс бабымен басқа қалаға кеткен. Сол жақта үйленіп, үйлі жайлы болып, кейіннен хабарсыз кетіп еді. Тұрақты жұмысымен отбасын асырап, сырт көзге бәрі қалыпты өмірін сүріп жатты. Әйелі екеуі бір ұл, бір қыздың ата-анасы атанды. Жұмыс пен үйдің ортасында шапқылап жүргенде перзенттері де өсіп қалыпты. Күндер айларға, айлар жылдарға ұласып, өмір өз арнасымен жылжып жатқандай көрінетін. Олардың отбасылық өмірлері ел қатарлы еді. Сырт көзге солай көрінгенмен, шаңырақтың ішінде тұрмыстарын тоңдыратын мұз өрнек салған екен. Уақыт өте олардың отбасылық өмірлері баяғы алауынан айырылып, тек өмірдің ағынымен жалғасып жатты. Әйелі Жәмила жастық шағында өзінің еркіндігімен, өр мінезімен оны баурап алған сұлу әйел. Мінезді әйелі болса да, екеуі көп ұрсыспайтын. Өйткені бұл қашанда әйелінің жанын түсінуге тырысып, көп жағдайда бұл үнсіз қалатын. Әйеліне имандай сенгені соншалықты, титтей де күдік келтірмепті сол күнге дейін. Керісінше Жәмила мұның басқан қадамын аңдып, бақылауға алуға тырысатын. Бастапқыда ұсақ-түйекке мән бермеді, қайда баратынын сұраса, адал жарының алаңдауы деп ойлады. Бірақ бұл алаңдау бірте-бірте бақылауға, ал бақылау манипуляцияға айналыпты. Күн өткен сайын әйелінің көзімен қараған әлем тарылып бара жатты. Бұл қашан келеді, кіммен сөйлеседі, не туралы ойлайды, барлығы есептеулі. Әр сөзі, әр қадамы бақылауда. Көп ұзамай ер адам өзінің еркіндігін жоғалтып алғанын кеш түсінді. Бірақ не істей алады? Отбасы деген жылдар бойы құрылған бекініс қой. Бірақ сәтте тас-талқан етуге болмайды. Өзі қалап алған жары, перзенттерінің анасы. Әйелінің көңіліне күдік салмауға тырысатын барынша. Отбасының тыныштығын ойлап, әйелі құрып қойған шеңберден аса алмайтын. Жұмысына тік барып, тік қайтады. Бірақ уақыт өте ортада ортақ әңгіме, ортақ қызығушылық жоғалып, әркім өз ойларымен ғана сырласатын күйге жетті. Алайда тағдыр шындықтың бетпердесін бір күні ашып берді. Бірде ол үйіне әдеттегідей асықпай, сабырлы күйде оралды. Үйде тыныштық орнаған тым-тырыс. Бұл үнсіздікте бір сұмдықтың ізі жатқандай, жүрегі бір түрлі тызылдап сала берді. Көңілінде белгісіз бір мазасыздық бар еді, бірақ оған мән бермеді. Үйге кіргенде қабырғадағы шамның күңгірт сәулесі тыныштықпен ұласып, бәрі өз қалпында тұрғандай көрінді. Жәмила ас үйде бірдеңе істеп жүр. Ұлы өз бөлмесінде. Қызы оқудан соң құрбылармен серуендеп жүрген болар. Барлығы әдеттегідей. Серіктің келгенін ешкім де байқамады. Аяқ киімін шешіп, сырт киімін іле беріп еді, ілгіштің жанындағы сөредегі әйелінің телефонына көзі түсті. Хабарлама келген бе, жарығы жымыңдап, телефон дір-дір етеді. Көз қиығымен қарап еді, экранда хабарлама тұр. Қашан кездесеміз? Өзіңнен естен кетпес түндерді сағындым деп тұр хабарламада. Бір сәтке әлем тоқтап қалғандай болды. Уақытта кеңістік те жоқ. Бәрі үнсіз. Тек жүрегінің дүрсілі құлағын жарып жібере жаздады. Қолы дірілдей телефонды ұстады. Экран құлыптаулы. Бірақ қазір бұдан маңызды ештеңе жоқ. Оқуы керек. Білгісі келеді. Парольді терді. Ашылды. Осы уақытқа дейін әйеліне сенгені соншалықты, оның паролін білсе де, телефонын ешқашан ашып тексеріп көрмепті. Телефонға көз жүгірткен оның тынысы тарылды. Көңілдесімен сөйлескен сөздерін оқып, өз көзіне өзі сенбеді. Күндер, апталар, айлар бойы алдаудың, сатқындықтың куәсі болған әріптер. Сағынып кеттім, кеше таңға дейін есімнен кетпедің, жанымда болғаның қандай бақыт.
Ал ең ауыры сенімен мен алғаш рет өзімді нағыз әйел сияқты сезіндім деген сөздер еді. Әйелі көңілдесіне осылай жазыпты. Қаншама жыл бір жастықты жастанып келген қосағының бұл сатқындығы серіктің есін шығарды. Қаншама жылдар арқалаған жүгі бірақ сәтте күлге айналды. Ортақ қиындықтар, қуаныштар, перзенттерінің дүниеге келуі, кештерде бірге ішкен шайлар, таңертеңгілік күлімсірей қараған көзқарастар. Бәрі жалған ба? Бар болғаны әдемі иллюзия ма? Кеудесін күйреткен ашу кеулей бастады. Ішінде бір дауыс айқай салды. Бұл әділетсіздік. Бұл опасыздық. Бұл сатқындық. Телефонды қабырғаға лақтырғысы келді. Дүниенің астан кестеңін шығарғысы келді. Бірақ жоқ. Ол орнында сілейіп тұрды. Денесі тасқа айналғандай, ойлары да қатып қалғандай. Бірнеше секундтан кейін ваннаға кірді. Суық судың астында тұрды біраз уақыт. Мұздай тамшылар терісіне тамған сайын санасы да суына бастады. Не істеу керек? Ажырасу ма? Әлде кек алу ма? Жанжал шығарып әйелін бірден алқымнан алып тергеп кінәлағысы келмеді. Ашудың оты кеудесін кернеп кек алуға деген құмарлық жанын өртеп бара жатты. Егер әйелінің көңіл көтеруге құқығы болса, неге ол да жасамасқа? Тепе-теңдік деген әділдік. Телефонын қолына алды. Бірнеше рет терең дем алып, қажетті нөмірді терді. Жоғары деңгейдегі қызметке жүгінді. Элиталық сүйемелдеуді таңдады. Барлығы бірінші класты болу керек. 5 жұлдызды қонақ үйге аттанып кетті сол кезде. Қымбат ішімдікке тапсырыс беріп, жұмсақ, кең диванда күтіп жатты. Біраз уақыт өткенде есік қоңырауы сыңғырлады. Ол бір сәтке көзін жұмып, тынышталуға тырысты. Бұл жай ғана ойын. Бұл жай ғана жауап қайтару, кек алу деп ойлады. Қобалжығаны рас. Сол кезге дейін әйеліне тым адал болғаны соншалықты бір көлденең жүріске де барып көрмепті ғой. Одан бұрын Жәмила мұны қатты қыспаққа алып тастаған. Оны тым қатал көзге шөп салуды ешқашан кешірмейді деп ойлап келген еді. Орнынан тұрып есікке беттеді. Жүрегі дүрсілдеп тұр. Қолын тұтқаға созды. Есікті ашты. Сол сәтте денесінен жаны шығып кеткендей болды. Өйткені қарсы алдында өз қызы тұрған еді. Өмірінде бірінші рет, сонда да әйелінен кек алу үшін жеңіл жүрісті қызбен көңіл көтеріп көрмек болып еді. Бұл не болғаны? Өз шаңырағында көз алдында не болып жатқанын қалай байқамай келген осы уақытқа дейін. Тек жұмыс деп, басқа ештеңеге мән бермей өмір сүре беріпті ғой. Бөлме іші бір сәтте тыныштыққа оранды. Ауа ауырлап, уақыт тоқтап қалғандай. Әкесін көрген қызы Танакөз. Әке! Деп айқайлап жібере жаздады. Тілі байланып қалғандай күйге түскен серік. Танакөз! Деп көзі шарасынан шыға жаздады. Бас айналып бөлме шайқалғандай болды. Мүмкін емес. Бұлай болуы мүмкін емес. Әйелімнің жүрісі анау, ал қызымның тұрысы мынау. Не болып кетті бұл өмір? Сен не істеп жүрсің мұнда? Деген әкейдің дауысы әрең шықты. Қыздың көздерінде жас мөлтілдеп тұрды. Ол төмен қарап, еріндерін тістелеп. Ақша деді жай ғана. Маған ақша керек болды. Анама, оқуыма, жалғыздығымды жеңуге деген Танакөз жылап жібере жаздады. Серік қабырғаға сүйеніп сұлқ түсіп отыр кетті. Құлағына қыздың үні жаңғырып естіліп тұрды. Анама сіздің берген бір айлығыңыз жетпейді. Сіздің тапқаныңыз тамақтан артылмайды. Ал мен әдемі киінгім келеді. Анама да әдемі киімдер әпергім келеді. Мен жақсы жерде оқығым келеді. Өз өмірімді өзгерткім келді. Жұмыс іздеп жүріп осындай жерге тап болдым. Қалай болғанын өзім де түсінбей қалдым. Бірақ маған ақша керек ет деген Танакөз шындығын айтты. Қызының әр сөзі Серіктің жүрегін пышақпен оқсылап жатқандай әсер етті. Соншама жыл тек отбасын ғана ойлап, тек жұмыс деп шапқылап жүргендегі көремін дегені осы ма еді? Айлығын тиынына дейін әйелінің қолына тапсырады. Бәріне жеткізіп отыр деп ойлаушы еді. Шындық соншалықты қатыгез болар ма? Танакөз қызым деп Серік бірдеңе айтқысы келді. Бірақ қызы жүзін тайдырып, біз екеуміз де қателік жасадық деді. Бөлмеде жүректі езетін үнсіздік орнады. Бәрі қирады. Сенім, отбасы, болашақ.
Бәрінің қирағанына сенгісі жоқ. Шындықты қабылдау оған тым ауыр соқты. Мен қай жерден қателік жібердім? Неге бәрі бұлай болды деген ойдың шырмауынан босана алмай әбден қиналды. Қызының суық көзқарасы жүрегіне инедей шаншыды. Бұл көзқарасты ол бұрын соңды көрген емес. Онда өкпеде, ызада, ең бастысы үмітсіздікте бар еді. Үйге қайтайық деді ол сәлден соң ақырын ғана. Даусы дірілдеп кетті. Танакөз басын шайқап: "Жоқ, мен қайтпаймын. Менің қарызым бар. Қарыздарымнан құтылуым керек" деді. Әке жүрегі шым етті. "Мен бәрін төлеймін. Егер сен бұған дейін көмектескенде, мен бұған бармас едім" деген Танакөз кенет айқайлап жіберді. "Қызым, мен не істеуім керек еді? Сендер үшін өмір сүрдім ғой" дей бергенде қызы: "Жұмысты желеулетіп, таңнан кешке дейін үйде болмайсыз. Кешке келгенде бізбен сөйлесуге де шамаңыз келмей, шаршадым деп ұйықтап қаласыз. Демалыс күндері бірге көңілді уақыт өткізудің орнына кешке дейін тек теледидардың алдында ғана жатасыз. Бейне бір қатып қалған, ешқашан өзгермейтін бағдарлама орнатқан робот секілдісіз. Тіпті анам екеуіңіздің шүйіркелесіп әңгіме айтқандарыңызды да көрмегелі қай заман. Бұл үйде әркім өзімен өзі, өз білгенін жасайды. Маған сіздердің уақыт бөліп, бір уақыт сырласқандарыңызбен көңіл, мейірім, махаббат керек. Жұрттан кем болмасын деп асырап баққан мен, айналада не болып жатқаннан хабарсыз. Әлем өзгеріп жатыр, әлем дамып жатыр. Әлем озып жатыр. Анам екеуіңізде ешқандай алға ұмтылыс жоқ. Ал маған ақша керек. Сіздер секілді ескі, тар үйде бір айлықты қанағат етіп өмір сүргім келмейді. Және де бұл кәсіп мен үшін уақытша. Қарыздарымнан құтылып, айналымға ақша жинап алсам, бұл ортадан кетемін. Өзімді сүйремесем, мені ешкім сүйремейді. Сіз тек тапқан аз ғана айлығыңызды біз үшін өмір сүрдім дейсіз бе? Сіз тек өзіңізге қолайлы өмірді сүрдіңіз деген Танакөзін Серік танымай да қалды. Солай айтқан қызы есікті жауып шығып кете барды. Зілдей ауыр сөздер. Жанының түбін тырнап түскендей. Бұл шындық еді. Ащы, қатал шындық. Ол осы уақытқа дейін отбасыңды сақтап жүрмін деп ойлады. Бірақ шын мәнінде оны баяғыда жоғалтқанын енді ғана түсінді. Сыртқа шыққанда айналасына барлай қарады. Бір жерде әке қолынан ұстап келе жатқан кішкентай қыз, бір жерде анасы ұлының мойнынан құшақтап тұр. Бұрын бұл көріністер оған қарапайым, өмірдің үйреншікті сәттері секілді көрінетін. Бірақ енді ол бұлардың қаншалықты қымбат екенін кеш түсінді. Ол үйіне оралмады. Жәмила да не болғанын түсінсе керек. Бұрынғыдай минут сайын хабарласып тықақтап тергеген жоқ. Сонда да Серік күні бойы телефонды қолынан тастамады. Әрбір дір еткен дыбысқа елеңдеп үміттене қарауда. Қызынан хабар күтуде. Кешке жақын телефоны шыр етті. Ол Танакөз болар деп ойлап жүрегі жарыла жаздады. Бірақ экранда Жәмиланың есімі тұрды. Сен Танакөзбен сөйлестің бе? Деді бірден әйелі абыржыған дауыспен. Иә. Ол кетіп қалды. Қайда? Білмеймін. Даусы үрейлі шықты. Кеудесін бірден суық қорқыныш биледі. Көшеге жүгіріп шықты. Қайда барарын білмеді. Бейтаныс адамдардың жүзінен таныс бейнені іздеді. Бірақ оны еш жерден таппады. Бірер күннен кейін Танакөздің басқа елге кетіп қалғанын естіді. Сол күні Жәмила да ұлын ертіп көңілдесінің пәтеріне көшіп кетті. Олар заңды түрде ажырасуға бел буды. Міне, бөлме іші қараңғы. Терезеден түскен бозғылт сәуле ғана бос кеңістікті жарықтандырып тұр. Үй тым-тырыс. Әдетте осы уақытта Жәмила шай қойып қызы бөлмесінде музыка тыңдап жататын. Ал қазір бос қабырғалар ғана үнсіз. Осылайша ол бәрін жоғалтыпты. Бақытты отбасы, бірге өткізген жылдар, ұлы мен қызының тәтті қылықтары, таңертеңгі кофе үстіндегі әңгімелер бәрі қолдың арасынан сусып аққан құмдай ғайып болды. Құлаған үйдің орнында өткен өмірдің қирандылары ғана қалыпты. Осылай өз басынан өткен жағдайды баяндап берген группаласым Серікті қалай жұбатарымды да білмеді. Ол өткен өмірін есіне салатын қаланы артқа тастап, жаңа өмір бастау үшін осы жаққа келіпті. Бәрін басынан, басқаша бастамақ.
Сөз соңында айтарым, жігіттер, отбасыларына көңіл бөліңдер. Мен жұмыс істеп сендерді асырап жүрмін деп, тек бір жақты ғана шектелмей, отбасы мүшелерінің әрбіріне көңіл бөліп, сырласып, қажет кезде олардың қалауын орындауға тырысыңдар. Тым момындыққа салынбай, керек кезде қаталдықпен бақылау да қажет екен деп айта кетуді жөн көрдім. Құрметті тыңдарман, заманауи, қызық әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыз. Рахмет.